Компьютер никак не включается, принтер учит кругозубежный зверь. Не огорчайся, такое случается. Жди перемен и, пожалуйста, верь. Эту мышку даже мама может смело в руки брать. У нее на спинке кнопки, чтоб программы выбирать. Раньше шкаф от толстых книжек рассыпался и трещал. А теперь все эти книжки я на диск один ужал. А сестренке своей Оле все секреты запаролил. Пусть попробует теперь вскрыть в мои X-файлы дверь. Бірінші піскен жұмыртқаны аламыз да, оны 0,5 баклажкаға салып көреміз. Баклажкаға ештеңке салмаған кезде ол жұмыртқа баклажканың ішіне түспейді. Ал одан кейін біз қазір сол баклажкаға ыстық қайнаған суды құйып көреміз. Ыстық қайнаған суды құйғаннан кейін баклажканы кішкене шайқаймыз, 2-3 минут піскен жұмыртқаны қайтадан салып көреміз. Сол кезде біздің піскен жұмыртқамыз жаңағы баклажканың ішіне кішкене жылдамдықпен түсе бастайды. Даже как-то больно на это смотреть. В принципе, полдела сделано. Яйцо, как вы видите, практически проникло внутрь, но не до конца. И бутылки начинает сгорать воздух, тем самым там создается пониженное давление, а уж атмосферное давление вслед за этим делом сразу же оп! Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар. Мен 10 сынып оқушысы Манпюка Ботагөз, жетекшім физика пән мұғалімі Матай Сайра. Мен бүгін сіздерге өте қарапайым және қызықты физикалық тәжірибе көрсеткім келіп отыр. Бұл тәжірибеге керекті заттар шай пакеттері, сіріңке немесе оттық, қайшы және науа, яғни поднос. Ең алдымен біз шай пакетінің ішінен шай жапырақтарын алып тастаймыз. Ол үшін қайшының көмегімен шай пакетін бастан қиып тастаймыз. Және оның ішіндегі шай жапырақтарын төгіп тастауымыз қажет. Енді шай пакетімен цилиндр пішінін беріп, оны науаға, яғни подносқа қоямыз. Сосын сіріңкенің көмегімен оны жоғарыдан тұтатамыз. Сонда біздің шай пакетіміз жоғары қарай ұшып кету керек. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің шай пакетіміз жоғарыға қарай ұшып кетті. Бұл не себепті болды десеңіздер, себебі жылы ауа ағыны суық ауа ағынына қарағанда тығыз емес болып келеді, және ол жоғарыға көтеріледі. Ал біздің шай пакеттеріміз жеңіл болғандықтан, ол жылы ауа ағынымен жоғарыға қарай. Қазір мен атомдық физика тарауы бойынша эксперимент жасағалы отырмын. Ол үшін бізге жай ғана су толтырған ыдыс пен бір жұмыртқа қажет. Біріншіден жұмыртқаны судың ішіне жаруымыз керек. Одан кейін қолымыз салып араластырамыз. Жұмыртқа біздің қолымыз сияқты бүтіндей сары күйінде айланып жатыр. Және қолымызбен бір бағытта айналып жатыр. Неге? Өйткені оны өзектердің бір-бірімен соқтығысынан пайда болған қозғалыс десек те болады. Сәлеметсіздер ме, достар? Менің атым Ақжол. Мен сіздерге бүгін сумен қалай тәжірибе жасауға болатынын көрсететін боламын. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of the mountains of valley low, give you everything you've been dreaming of, just let me in. Ooh.
Так, следующее задание, третье. Упростите выражение. Видите, здесь, чтобы упростить выражение, мы должны сначала что делать? Давайте открывайте тетради и решайте. Открывайте тетради. И пишите. Будем еще действовать. Пишите. Значит, сначала вот здесь мы умножаем скобку. 4 умножаем скобку А минус 3b. Обе части. И следующий тоже умножаем. Так, давайте, вы решите, скажите мне, я напишу ответ. Нужно упростить выражение? Да, упростить. Сначала скобку раскрыть надо. А как его упростить? Сначала, Как упростить выражение-то? для того, чтобы упростить выражение, сначала надо раскрыть скобку. А потом, когда у нас же А и Б же идет, мы отдельно должны все А сложить и Б сложить числами. Например, 4А минус... Подождите, я сейчас. Ага, давайте. 12b. И дальше, когда раскрываем, все, сначала раскрыть надо скобку, а потом только упрощать надо. Минус 15. Надо сразу ответ сказать или сначала упростить? Упростите сначала. А сразу как лучше? Ну, может, после упрощения же ответ. Хорошо. Итак. Кто прочитает? Подождите. Как раскрыли скобку, прочитайте. Нет, подождите, я сейчас. Ага, хорошо. Нет, я не буду говорить, просто хотела сказать, кто раскрыл скобку, прочитайте мне, я потом хочу посмотреть. Правильно вы раскрыли или нет? Там нужно 20... Там сначала нужно 4 умножить на А, будет 4А и минус 12b. Да. Потом 1/15 нужно умножить на 4А, потом плюс... Потом 1/15 нужно умножить на 5b, потом это все соединить, ну, Да. будет 13 пятых, потом плюс 6 пятых. 6,5. Мгм.